Қайырлы күн баршаға. Уақытыңыз аз болса, тез дайындалатын қандай тағам жасасам екен деп ойланып отырсаңыз, онда міндетті түрде осы тағамды дайындап көріңіз. Ең алдымен фаршқа тұз және де бұрыш салып дайындап аламыз. Енді табамыздың астын жақсылап майлап алып, фаршты домалақ пішінге келтіреміз. Енді видеода көрсетілгендей қолымызбен жайып шығамыз. 500 грамм фарштан менде 8 котлеттік шықты. Енді үстіне алдын ала қуырылған пиязды салып шығамыз. Оның үстіне үкіштен өткізілген картопты саламыз. Картопқа кішкене дәм беру үшін тұз саламыз. Сосын бетін фольгамен жауып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Минут уақыт өткеннен кейін үстіне сыр және де зелень салып, тағы да пешке 5 минут шамасында сыр ерігенше қойып аламыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын. Көп уақыттарыңыз кетпейді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ұлжанат Апайқызы.